Баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Бүгін осындай керемет цифр торт жасаймыз. Бұл торттың цифр торттың тестісін медовик етіп жасадым. Яғни тестісінің құрамы медовик торттың құрамы. Ол үшін біз 2 жұмыртқаны темір ыдысымызға саламыз. Үстіне 80 мг кез келген мед салуға болады. Мен мына жерде магазин медті қолдандым. Сосын силикон таяқшасының көмегімен екеуін жақсылап тұрып араластырып аламын. Келесі кезекте қантымызды салып, тағы да кішкене араластырып қоямын. Араласқан массамыздың үстіне бөлме температурасындағы майды салып, кішкене осылай таяқшаның көмегімен осылай сындырып жібереміз кішкене. Және де осы тұрған массаны отқа қойып, жақсылап майын ертеміз. Қантын ертеміз. Достар, отқа қойғаннан бастап, жақсылап тұрып, қасықпен араластырып тұрасыздар. Өйткені, егер де араластырмай қалсаңыз, қанты мен мед түбіне жабысып қалуы мүмкін темір ыдысымыздың. Сондықтан да әбден барлығы ерігенше осылай мен сияқты араластырып отырыңыз. Достар, тағы бір айтып кететін жайт, егер де сіздің майыңыз, қантыңыз еріп болған болса, мына массаңыздың бетінен кішкене бу шыға бастаған кезде сразу оттан алып тастаңыз. Бұл массаны қайнатуға болмайды. Міне менің массам әбден еріді, қанты еріді, майы еріді, ысыды. Енді мен оны оттан алдым да үстіне бір ас қасық сода салып, жақсылап тұрып араластырдым. Міне көріп тұрғаныңыздай видеода реакция жүріп, соданың көмегімен мына массамыз одан сайын ұлғайып жатыр. Аппақ көпіршік болып ұлғаяды. Сол ұлғайып болғанша әбден араластырасыздар. Достар, жақсылап араластырып болғасын, бұл массаны суытып қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай, менің массам суыды, және де біркелкі масса керемет әдемі сұйық масса болды. Енді бұның үстіне ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Менде мына жерде ұн 350 грамм. Менің тестім кішкене сұйықтау болғандықтан мен 50 грамм тағы да ұн қостым. Достар, медовик тортына қажетті заттардың барлығын мен төменде описаниеда жазып кетемін. Және де тағы бір айтып кететін жайт, соның ішінде ұнды артық қоспаңыздар. Мысалға мен төменде 400 грамм деп жазып кетсем, одан көп қосуға болмайды. Өйткені сіздің коржықтарыңыз піскен кезде қатты болып кетеді. Ал егер сіздің қамырыңыз сұйық болса, бұл қамырды сіз отлёшке қойып қойыңыз 20-30 минутқа холодильникке. Сол кезде сіздің қамырыңыз өте жақсы күйге енеді. Яғни кез келген қамырды отлёшкеге қойса, оның қасиеті жақсарады. Мен осылай мені кішкене жабысқақтау менде тесті пайда болды. Мен осы тестіні 20-30 минутқа холодильникке қойып қойдым. Достар, ал енді үй жағдайында қалай цифры жасауға болады, сол видеоны тамашалаңыздар.
Ол үшін мен А4 пластмассовый папканы алып 1 және 7 деген цифр қиып алдым қолыммен сызып. Менің тортымның көлемі А4 көлемімен бірдей. Сіздер кез келген басқа цифр таңдай аласыздар. Менде мына жерде қайын сіңлімнің туған күніне жасап жатқан тортым болғандықтан мен 17 деген цифр таңдадым. Достар, біздің цифрларымыз дайын. Ендігі кезекте цифр тортымызды жасауға кірісеміз. Енді біз жаңағы холодильникке салып қойған тестімізді алып 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді столдың үстіне пергамент қағазын төсеп, жаңағы бір тестімізді аламыз да пергамент қағазын үстіне жақсылап жайып аламыз. Кішкене әлде жабысқақтау қамыр, сондықтан да арасына ұн сеуіп жіберіңіздер. Міне достар, осылай жайып шығамыз. Кішкене жабысқақ болғанымен эластичный қамырымыз өте жұмсақ піскен кезде жұмсақ болып піседі. Ал енді жайып алған қамырымыздың үстіне цифрымызды қоямыз да осылай жан-жағын барлығын қиып шығамыз. Міне достар, осындай менде 1 деген цифр пайда болды. Енді бұл цифрдың үстін кішкене шанышқымен басып шығамыз. Өйткені піскен кезде қатты көтеріліп кетпес үшін тесті томпиып жан-жағы көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл тегіс пісу үшін біздер вилканың көмегімен кішкене тестімізді тесіп шығамыз. Ал енді 7 деген санымызды бастап жасаймыз. 7 деген сан кішкене жайылып жазылатын болғандықтан, мына бізде қиып алған 1 деген саннан қиып алған тестіні осылай мен қосып жіберем үстіне.
Достар, міне 1 мен 7 деген сан менде осылай шықты. Қалған 2 тестімді осылай жасап аламыз. Ал енді достар, біздерде кішкене қамырлар қалып қояды да, қиған цифрлардан. Қалып қойған қалдық қамырларды мен печеньелер жасауға қолдандым. Ол үшін елеп алдым да неше түрлі формалар жасадым. Егер де сіздерде печенье жасайтын формалар болса, соларды қолдануға болады. Достар, біздің коржықтарымыз пісіп жатқан кезде алдын ала кремін дайындап қоюға болады. Мен мына жерде сливки, творожный сыр және сахарный пудраны араластыру арқылы крем жасадым. Ол үшін біздерге міндетті түрде салқын сливки керек, салқын творожный сыр керек. Ең бірінші сливкиді араластырып алам жақсылап. Және де мына жерде тағы бір айтып кететін жайт, сіздің миксеріңіздің соғу жылдамдығы жақсы болу керек. Яғни жай соғатын миксер емес, қатты соғатын миксер болса, сіздің креміңіз тез соғылады және де іріп кетпейді. Соны ескерерсіздер. Ал енді сливкиді, біз салқын сливкиді ыдысымызға құйып, жақсылап бір 5-7 минуттай миксерлейміз. Кішкене қоюланған сливкиміздің үстіне өлшеніп алған сахарный пудрамызды салып, тағы да бір 2-3 минуттай миксерлейміз. Айтып өтейін, достар, тағы да миксеріңіздің соғу жылдамдығы жақсы болу керек. Біздің сливкиміз кішкене қоюланды, қаймақ ұқсап, енді соның үстіне творожный сырымызды салдық. Творожный сырымыз тоже міндетті түрде салқын болу керек. Міне достар, біздер творожный сырымыз салып жақсылап миксерлеп алдық. Көріп тұрғаныңыздай қоймалжың бізде масса пайда болды. Көріп тұрғаныңыздай біздің сливкиміз дайын болып қалды. Ол дайын болып қалғанын қалай байқаймыз? Миксердің теміріне, таяқшасына, яғни қатты болып жабысып қала береді кремдер. Сол уақытта сіз миксеріңізді соғуыңызды тоқтатасыз. Достар, біздің коржықтарымыз пісіп шықты. Айтып кетейін, коржықтар өте тез піседі, бір 3-5 минут аралығында. Сондықтан да пешіңізден көп ұзамаңыздар, алыстамаңыздар яғни. Ал енді тортымыздың сборкасын бастайық. Ол үшін менде звезда насадкасы бар. Соның көмегімен мен кремімді тортқа жағып шықтым. Достар, егер сіздерде вупипайдың насадкасы болса, оны вупипайдың насадкасымен жасауға болады. Мен қыз балаға жасап атқандықтан, мен әдемі осындай гүл ретінде кремімді әдемі қылу үшін осы насадкамды қолдандым. Егер де сіздерде насадка болмаса, олайда просто пакетті тесіп, осылай домалақтап крем жағып шығуға болады. Как вупипайдың насадкасындай болып шығады сіздің кремдеріңіз. Достар, тағы да айтып кетейін, сливкимен жұмыс жасаған кезде өте мұқият болу керек. Ең бірінші сливкиіңіз, творожный сырыңыз араластыратын екеуі де салқын, холодильникте тұрған салқын болу керек. Екіншіден, сіздің миксеріңіз
өте қатты жылдамдықтағы миксер болу керек. Арзан және де жай соғатын миксерден сіздің клейгейлеріңіз іріп кетеді, немесе творожный сырыңыз то же самое іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да сливкемен жұмыс жасаған кезде осы параметрлерді сақтаған жөн. Яғни миксеріңіз бірінші очередь жақсы болу керек, және де салып атқан клейгеңіз бен творожный сырыңыз міндетті түрде салқын болу керек. Және де тоже айтып кетейін, тағы қатты көп ұзақ мерзімде соғуға болмайды кремді. Мысалға өз көзіңізбен визуально қарайсыз, егер де жаңағыдай миксердің қалақшасына крем жабыса бастаған кезде миксерлеуіңізді тоқтатасыз. Яғни ол кезде уже крем дайын деген сөз. Достар, егер де сізде осы видеоны қарау барысында сұрақтар туындайтын болса, төменде комментарияға жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Міне достар, мен тортым дайын болып қалды. Енді бұны қалағанымызша әсемдейміз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.